Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Жер мәселесі қазақтың тірі я өлі болуының мәселесі. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын. Жұрт керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сынауы керек. Кейбір істерді істеу керек бола тұра, істеуге болмайды. Шежіре, заманхат, өмірбаян, мінездеме бәрі де тарихтың жемісі есебіндегі нәрселер. Өткенді қуғанды қойып, осы күйіңді жөндеуге жөн іздеу керек. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Отан өткенімізді танып, бағалай білу, ең әуелі өзімізді қадірлей білу. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөз жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түйін түйгенінше айтуға жарау. Әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды. Ол мінезден туады. Ұлтының қажетін өтейді сөйтіп. Сауатты адам жазғанда қол дағдысымен жазады. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу, қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп, жазу сондай керек. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты я кескінді суреттер болсын, қандай әдемі ән күй болсын, сөзбен сөйлеп суреттеп көрсетуге, таныстыруға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді. Сөз көңілге сипат жағының көркемдігімен, мағына жағының күштілігімен жағады. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы керек. Балаларға көп үйретем деп асығып, шала-шарпы үйретуден аз да болсын анықтап нық үйрету абзал. Пайғамбарымыз Мұхаммедті исламды жұрты ұрып соқты, тілімен балағаттады. Ол бәрінде шыдады, жеңді. Шыдам мен сабыр ең күшті қару. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Білім бір құрал, білімі көп адам құралы сай ұстаз қылды. Не істесе де келістіріп істейді. Бала бастауыш мектепте бар пәнді тек ана тілінде ғана оқуы керек. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса. Үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.